Қайырлы күн, менің оқырмандарым, қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Басты байлық, денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма? Міне жаздың да екінші айы өтіп жатыр. Денсаулықтарыңыз қалай, нығайтып жатсыздар ма? Жер анамен жалғыз көп жүріңіздер. Жазда біз оттан, судан, ауадан, желден тұратын болғасын, бізге жер анадан қуат өте қажет. Сондықтан жазда жалаңаяқ көп жүріңіздер. Өзен көлдердің қасына барып, шамалы аунап, солай денсаулықты нығайтқандарыңыз өте қолайлы. Қандай жаңалықтарыңыз бар? Жаңалықтарыңыз болып жатса құтты болсын. Бір оқырманым жазыпты, қызымды ұзатып жатырмын деп. Сондай жаңалықтарың болса өте құтты болсын. Қыз баласы барған жеріне бақытты болсын. Бір оқырманым жазыпты, қызым ентідан аздау бал жинады, екінші қара ентіға бар жатыр. Соған дұға тілеп жіберіңізші деп. Августемна енді тапсырайын деп жатқан оқырмандарымның балаларына тілейтінім, жақсы бала алып, грантқа түсуге тілекшімін. Жақсы грантқа түсіп, қалаған мамандықтардың иесі болуға тілекшімін. Ентіден қорқпай жақсы бала алуға Алла нәсіп етсін. Әумин. Сосын бір оқырманым жазып жіберіпті, апай, менің балам 6-да, енем айтып жатыр, биыл мектепке бере берейік деп, соған сұрап көріңізші деп. Ол сұрақтың жауабы келді маған. Мектепке баланы 7 жастан берген қолайлы деп. Өйткені 7 жасқа дейін баланың ұйқысы да қанады, күлкісі да қанады, ойыны да қанады. Сондықтан 6 жастан барған бала өте, шамалы болса да бір жылда ертелеу. 7 жастан барған баланың өте тиімді. Совет үкіметінен бастап дұрыс берген. Баланы 7-де үлкі, ұйқы, күлкі, ойын бәрі қанады. Сен 6 жастан бастап берсең, бір жыл бойы ертерек 7-де оятасың, ал баланың әбден ұйқысы қану керек. Ойын баласының бір жыл ойынға қанған бала ертең өзінің өсуіне, дамуына да ыңғайлы. Сондықтан маған келген жауап 7 жастан берген тиімді балаға да, ата-анаға да бәр жағынан. Екінші сұрақ, балабақшаға 1 жастан берген бола ма екен деген сұрақ келді. Ол сұрақтың да келді жауабы. Баланы балабақшаға 3 жастан берген балаға да пайдалы, тиімді, ата-анаға да. Бала 3 жасқа дейін үйде ата-ананың қасында өсіп, ұйқысы қанып, алаңсыз балалық шақ болу керек. 7-ден бастап тұрғызып, оны садикке борбайлап тасудың балаға ол ерте, оның дамуына да кері әсер тиеді. Сондықтан маған келген жауап, садикке, балабақшаға 3 жастан, мектепке 7 жастан. Маған келген жауап осы. Тағы да тілейтінім, енді тапсырып жатқан балалар, ендідан жақсы бала алыңдар, грант иегерлері болыңыздар, жақсы мамандық иесі болыңыздар. Бір оқырманым жазып жіберіпті, апай, балам үйленейін деп жатыр, дұға тілеп жіберіңізші деп. Үйленейін деп жатқан балаларға тілейтінім, отбасы құру, үйлену оңай, отбасы үй болу қиын дегендей. Сондықтан бәрінің отбасы, енді құрайын деп жатқан балалардың отбасы өте берік болсын, терезелері тең болсын, керегелері кең болсын. Қазағымыз өсіп өне берейік, аспанымыздан бұлт жаумасын, бейбітшілік заман болсын, нанымыз көп болсын, уайым қайнымыз жоқ болсын. Оқырманымыз көп болсын, ортамыз тола берсін. Жақсы күнімізде кездесе берейік. Әумин.